О, сақтай көр, әжеймен жеп қояма қайтеді. Сен тым арықсың. Егер жейтін болса, онда... Тісі батып барады. Таяқ беріңдерші. Аргет, құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Мақтап ұста. Таспен Нұр, ағға салып қалшы. Қане. Қайда домалап барасың? Қарным ашып кетті. Мұнда құрып құмырысқа өріп жүр ғой. Соларды же. Ай, өтінем. Сені өзіммен бірге аң аулауға ертіп апарам. Рас па? Маған қарайламаңыздар. Шаруам бітті. Қош болыңдар. Болды. Бұл не нәрсе? Бұл тұзақ. Ол не үшін? Қазір. Жоқ. Тадам! Жалғыз жүргеніңе қанша уақыт болды? Ал біз не істейміз? Оу, актерлік қабілетің бар ма? Жарайсың. Ой, кешір. Қазір. Кешір. Байланып қалдық. Жоқ, сен кешір. Қазір ештеңе етпейді. Ақырын. Иә. Абайла, ой, мынау менікі, мынау сен қой. Қазір. Иә. Тоқтай тұр. Кешір. Мына қыз әлгі тұзағыңа түспепті. Иә, оны өзімде байқады. Иіп қайда? Керемет қыз. Ой, иіп. Әке, жоқ. Дәмі тіл үйреді екен. Ой, ай! Ой! Ертеңге ештеңе қалмайтын сияқты ғой. Ертеңге қалдырғаны қалай? Азық көп болса, ертеңге қалдыруға болады ғой. Жоқ, бізде ондай көп азық болған емес. Ертек айтып берсең қайтеді? Табылған ақыл кім ертегі тыңдағысы келеді, а? Иә, ертек айтып беріңізші. Баяғыда бір кішкентай жолбарыс өмір сүріпті. Отбасымен бірге үңгірді мекендепті. Олар темірдей тәртіпке бағыныпты, ал ең бастысы түнде үңгірден аттап шықпайды екен. Ал үңгірдің аузындағы тастың ауыр болғаны сонша тәртіпке бағынуға тура келіпті. Қалай бағынбауға болады? Соны айтам. Бірақ бәрі ұйықтап қалған кезде ол далаға шығыпты. Жоқ. Иә. Далаға шыққаны сол екен, үңгірдің тас талқаны шығыпты. Сосын отбасы танымайтын есуас біреуге еріп, ұзақ сапарға аттаныпты. Сосын қырғыз қапты. Соңы. Бұлай аяқталар деп кім ойлаған? Күтпеген жағдай. Ал менің ертегілерім басқаша аяқталады. Ағай, бір кеште екі ертек тыңдаймыз. Ал... жарайды. Бірақ менің ертегілерім Грактың ертегісінде қызық емес. Баяғда бір әдемі жолбарыс өмір сүріпті. Ол отбасымен бірге үңгірді мекендеген екен. Ата-анасы оған қайда барсаң да өзің біл, бірақ ешқашан жартасқа жолаушы болма дейтін. Өйткені биік құздан құлап кетуі мүмкін ғой. Сөйтіп сеспей қатыпты. Ертегің жақсы екен. Бірақ ол ешкімге білдіртпей
жартасқа барып жүреді екен. Жартастың жиегіне жақындаған сайын көп нәрсені естіп, көп нәрсені көріп, көп нәрсені сезіпті. Ақыры жартастың ең шетіне барыпты. Сол сәтте жарықты көріп, ұстағысы келіп, қолын созған екен. Аяғы тайып кетіп, Құлақ қапты. ұша жөнеліпті. Қай жаққа шықты? Ертеңгі күнге. Ертеңгі күнге ме? Ол жақта сан жетпес күн бар екен. Жап-жап жер болса керек. Кешегі, не бүгінгі күнге ұқсамайтын жер. Бәрі керемет. Ертең деген жер емес. Оны көзбен көре алмайсың. Жоқ, оны көруге болады. Мен оны көрдім. Және мен сол жаққа бет алдым.